Ван Хун деген кім? Ван Хун деп неғып елдің бәрі шулап кетті? Оның маған не пайдасы бар? Халыққа қандай пайдасы бар деп жатқан адамдар бар ма араларыңызда? Мен кішкене ақпарат беріп өтейін. Ван Хун деген жалпы Қытайдың жаңағы тілінен аударғанда блогер деген сөз. Пиндодо сайтын көріп жүрген адамдар бар ма араларыңызда? Пиндодо сайтында жаңағы өстіп, тарсылдатып, сөйлеп отырып, жаңағы тауарлар сататын қыздар бар ғой, соларды Ван Хун қыздар дейді. Жалпы Ван Хун деген жаңағы тауарды стрим арқылы сататын адам. Стрим арқылы. Қазір енді базарды көріп жүрсіздер, я магазинді көріп жүрсіздер, бұрынғыдай құжынап жатқан халық жоқ. Почти жаңағындай киімнің магазиніне барсаңыздар, почти пустой деуге болады. Енді адамдар кіріп шығып жататын шығар, бірақтан өте аз. Өйткені қазір адамдар үйде отырып жаңағы заказ береді. Киім керек болса, киімге заказ береді, курьер әкеп береді. Сондықтан адамдар жаңағы өте оңай жолына өтіп алған. Жалпы TikTokта отырып, стримде отырып, товарларыңызды базарға барып, базарды жалдамай, склад жалдамай, магазинге аренда жалдамай, бір бөлмені босатып қойып, қазір адамдар осылай стримде отырып, бүткіл Қазақстанға сатып тауарларын, солай миллионер болып жатыр. Бірақ қалаға емес, бүткіл қалаға жаңа нелерін, заказдарын қабылдайды осылай, солай стримге кіріп, қалай сөйлеу керек, удержание дегенне, воронка продаж дегенне, адамдармен қалай жасау керек, call to action дегенне, сегмент дегенне, осылардың барлығын толық біліп, игеріп шыққан адам Ван Хун. Сол адамды Ван Хун дейді. Сол адам жаңағы стримде отырып тасылдатып сата береді заттарын, солай жаңағы бүткіл Қазақстанның бүткіл қаласына сатып, олар жаңағы миллионер болып отыр. Қазір